Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бауырдан котлет жасайтын боламын. Алдымен сәбіз, картошка, пияз және чеснокты мясорубкадан өткізуге дайындап турап аламыз. Бауырды да мясорубкаға сиятындай етіп турап аламыз. Бәрін мясорубкадан өткізіп алдық. Енді 4 қасық ұн саламыз және 2 жұмыртқа салып араластырып аламыз. Оның үстіне 200 мл сүт құямыз. Енді тұзын және бұрышын дәміне қарай қалауыңызша қоса бересіз. Енді қызып тұрған майға осылай видеодағыдай құйып, екі жағын қызартып пісіріп аласыздар.
Котлетimiz пісті, дәмі өте керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер.